Нұр Отан партиясының аудандық филиалы сайлауға толық дайын. Штабтың материалдық техникалық базасы әзірленді. Белсенділер мен сенімді тұлғалар топтары дайындалды. Бүгінде штаб мүшелері қалада және ауылдық жерлерде кездесу өткізуге тас-түйін дайын отыр. Біздің ауданымыздың комиссия 26 кандидат тұратын партиялық тізім жасақталды. Оның ішінде 22 адам праймериз жеңімпазы, 4 адам партия филиалының кодысы бойынша. Партия басшылығын тапсырмасы бойынша біздің аймақтық сайлауалды штаб құрылды. Штаб құрамында 15 адам бар. Бұл біздің аудан тұрғындар арасында лайықты, беделді және құрметті азаматтар, мәдениет, білім, бизнес сондай саладан және сондықтан депутат мәслихатқа 2 кандидат. Аудандық филиал республикалық сайлауалды штабпен келісім бойынша жұмыс жоспары бекітілді. Тұрғындармен сондай-ақ онлайн форматта барлығы 84 кездесу өткізу жоспарлануда. Кандидат бағдарламасын түсіндіріп, тұрғындардың өтініш тілектерін тыңдайтын болады. Үгіт-насихат кезінде ашық диалогқа басымдық берілмекші. Сонымен қатар штаб жанынан Жас Отан жастар қанаты құрылды. Жастар белсенді үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастырмақшы. Барлық керекті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар штаб мүшелері, кандидаттар да енді барлық күш жігерімізді салып, осы алдағы сайлауды өткізуге жұмыстанып жатырмыз. Нұр Отан партиясының штабы насихат жұмыстарын жүйелі түрде жүргізетінін айтты. Үгіт-насихат жұмыстары партияның 2025 жылға дейінгі сайлауалды бағдарламасы өзгеріс жолы әркімге лайықты өмір негізінде жасалған. 5 жылға жоспарланып отыр. Үміткерлер болса, бұл сайлаудың маңызы ерекше екенін тілге тиек етті. Сұраныс талаптардың түрі өзгеріп жатыр. Себебі технология дамуына байланысты, ғылымның дамуына байланысты соған жауап бере алатын партия болу керек. Сол бағытта өзгеріс сол бағытта болу керек. Сондықтан осы бағытта маңызы, осы болатын сайлаудың маңызы мәслихатқа баратын депутаттар, үміткерлер, мәжіліске баратын олар осы қоғамның жаңа сұранысына жауап бере алатын және мобильді жұмыс жасай алатын жаңа технологияны меңгерген жалпы қоғамда, жер шарында, жерімізде болып жатқан жаңалықтарды мен жақсы түсінігі бар. Сонымен қатар осы бағытта жұмыс жасай алатын бизнес өкілдері, қоғамның әртүрлі саласындағы маман иелері болу керек деп, сол бағытта жұмыс маңызды осы сайлау. Үгіт-насихат жұмыстары барлық жерде басталды. 10 желтоқсаннан басталған шара 9 қаңтарға дейін жалғасатын болады. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожаев, Қарашығанақ арнасы.